Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті халықаралық талаптарға сай озық үлгідегі жоғарғы оқу орны. 60 жылдан астам уақытта университет өз имиджін қалыптастыра білді. Ендеше қазіргі таңдағы оның тиімді тұстарын арнайы жобамызда баяндайтын боламыз. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті негізін 1957 жылы қалады. Жыл сайын білім ордасы 3000-нан астам студент қабылдайды. Ал бұл оқу орнының несімен ерекше екенін алдымен адамдардан сұрап көрдік. Білім алуға деген үлкен мүмкіндік және де ең алғашқы себеп ол асханасы және де әскери кафедрасының бар болғандығы. Осы менің баламның осы агрофон таңдаған себебі осы ең жаңағы сапалы, білімі жоғары, өте мықты университеттердің бірі деп танымал болғандықтан менің балам осы университетті өзі қалады. Сапалы білім, арзан тұратын жер және арзан тамақтар. Сапасы жағынан, білім жағынан өте біз хабардармыз. Студенттер оқу барысында теория мен практиканы қатар оқып келеді. Бұл орайда әртүрлі салалар бойынша студенттерге мол мүмкіндіктер қарастырылған. Мысалы, ет, сүт, май, шұжық өнімдерін өндіру цехтары және күнбағыс даярлайтын цехтар бар. Цехта шығарылатын өнімдердің көбісі университет шаруашылығынан алынады. Ол жерде студенттер өнімдерді арнайы техникалар арқылы өңдеп, қоспасыз таза өнім шығаруда. Шығарылған өнімдер университет асханасына жеткізіліп, арзан бағада сатылады. Университет қабырғасында әртүрлі цехтардың болуы студенттердің кәсіби дағдыларын дамытуға септігін тигізуде. Олардың көмегімен студенттер дипломдық жұмыстар мен диссертациялар жазып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе алады. Сол себепті де университет басшылығы осындай артықшылықтарды назардан тыс қалдырмауда. Қарлығаш Төлегенова, Сымбат Тоқтарова, Айым Бектегенова арнайы қазату үшін.